Адам баласы шыр етіп дүниеге келген күннен бастап, қолмен ұстау, есту және түйсігімен сезіну арқылы айналасын танып, біле бастайды. Осы арқылы сыртқы әлеммен байланысымызды орнатамыз. Ал ішкі әлем құндылықтарымызды, рухани болмысымызды, таным түсінігімізді қалыптастыратын мекен. Міне балаларым, мынау кең байтақ жатқан жер Қазақстан, біздің отанымыз. Түсіндің бе? Мұнда туған жерге деген сүйіспеншілікті, ана тілге, әдебиет пен мәдениетке, ғұрыптар мен дәстүрлерге деген ерекше құрметті сезінесің. Адамның туған жері алтын бесік, алғашқы қаны тамған күндік кесіп. Ол адам бойына туған жердің топырағымен, бабалар аманатымен, тарих жаңғырығымен сіңетін ізгі қасиеттер. Ол біздің тулаған әрбір тамырымызда, әрбір жүрек соғысымызда сақталған. Біз сол арқылы өмір сүреміз, сол арқылы өмірді жалғастырамыз. Себебі, бұл әрқайсымызға еншіленген ұлттың ұлы мұрасы, әр дәуірдің арқалайтын үлкен жауапкершілігі. Бүгінгі жаһандану дәуірінде бүкіл әлеммен мәдени және саяси байланыс күшейген заманда түрлі дәстүрлердің ағынына төтеп беріп, өз болмысымызды, рухани тұтастығымызды сақтап қалу әрбір қазақстандықтың алдындағы үлкен міндет. Сол үшін де өркениетті қоғамның үздік үлгілерін бойымызға сіңіре отырып, түйсігімізде қалыптасқан құндылықтарымызды жаңғырту, барымызды түгендеп, жоғымызды табу, әрі оны заман талабына сай бәсекеге қабілетті ету біздің басты парызымыз.